50 жылда ел жаңа, дейді қазақ. Өткен ғасырда әлем халықтар арасында спид жайлы жиі сөз болса, осы күні вампирлер жайлы, яки адамның қанын тікелей мағынада ішетіндер туралы жиі айтылып, жиі көрсетілетін болып жүр. Қазақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Бұл дегеніміз өмірде вампирлердің бар екенін айғақтаса керек. Оған дәлел де жоқ емес. Абайла, арамызда вампирлер жүр. Ғалымдардың айтуынша кейбір адамдар өзінің вампир екенін білмей де қалуы мүмкін екен. Ал өзіңіздің вампирсіз бе, әлде оған еш қатысыңыз жоқ екенін мына белгілердің білуге болады екен. Бірінші, вампирлердің күре тісі жай адамдардікіне қарағанда әлде қайда ұзын, әрі өткір болғанымен тістің ондай ерекшелігі айнадан көрінбейді. Бірақ кейбір вампирлер өздерінің тісі басқалардікінен ерекше екенін сезеді, біледі. Екінші, вампир адам күн сәулесінен қатты қорқады. Үшінші, бойында вампирдің белгісі бар адам чеснокты, яғни Қытай пиязын жемек түгілі иісінен ұшынып қалады екен. Өмірге вампир болып келу өте сирек кездесетін ауру дейді ғалымдар. Олардың сөзіне сенсек, адамның қанын көрген бойда аузына сілекейі шұбырып, қанның дәміне тояттамайтындар жер бетінде әрбір 200 мың адамның арасынан кездестіруге болады екен. Вампирлердің алғаш пайда болуына орта ғасырларда Еуропа елдерінде тұрған кейбір монахтар мен аристократтардың ұл қыздарын бөтенге бермеу, алысқа жібермеу, қоспау мақсатында жақын туыстарына үйлендіре салуы себеп болған. Ал бұл дәстүр уақыт өте келе жақындарына қосылғандар арасында порфирия ауруының таралуына жол ашқан. Айта кетерлігі, вампирлердің күре тістері қайратты болуы, қан айналымы дұрыс болмағандықтан ауыздары кеберсіп құрғаса, ал терісі бозарады. Көздің айналасы солғын тартып қызаратындықтан тісте автоматты түрде қатая түседі екен. Вампирліктің екінші белгісіне айнаның тікелей қатысы бар. Ғалымдардың айтуынша порфирия ауруына шалдыққан адам айнаға қарай алмайды. Өздерін айнадан көруге күш жігері жетпейді. Және ондай адамдар үйлеріндегі айнаның бетін матамен, болмаса қағазбен желімдеп тастайды. Вампирдің денесі күн сәулесі тиген бойда қызарып, күйіп, соңында күлдіріп ісіп кететіні бар. Ондай адамның көздері де күнге қарауға шыдас бермейді. Олар күнге 2 секундтан артық қараса көздері жасаурап аши түседі. Порфирия ауруына шалдыққандықтың гемоглобины жай адамдардікіне қарағанда 2 есеге дейін төмен болатындықтан олардың кісі қанын ішуге үнемі аңсары ауып тұрады. Одан бөлек вампирлердің бет терісі жылонекай құрғап тұратындықтан жарылып қансырап тұрады. Орта ғасырлардың дәрігерлері бұл ауруға ем таппағандықтан порфирия ауруымен ауыратындарға адам қанын жүйелі түрде ішіп тұруға кеңес берген. Олар бұл аурудан сауықтырудың басқа жолын таба алмаған. Енді өзіңізге есеп беріңіз, сіз вампирсіз бе?